сандар арқылы міне домбыра тарту сызбасы. Домбыраны оңай тәсілмен үйренем десеңіздер, алдарыңызда міне дайын сызба. Міне тек қана мына сандарды домбыраның пернесінен санап табасыздар. Міне 0, 7, 7, қазақ осы әні. Домбыраны оңай тәсілмен үйренем десеңіздер, міне алдарыңызда дайын оңай тәсілмен үйренуге арналған сызба. Міне үйренуге өте оңай. Міне аруана әні. Өз баланнан артық бала сөздерімен барлығы жазылған. Кім домбыраны 0-ден бастап оңай тартқысы келеді, сол адамдарға арналған мынадай міне альбом бар, шағын. Кім алғысы келеді, үйренуге өте оңай сызба. Ішінде 3 әні болады. Қазпошта арқылы осылай жазып беріп, Қазпошта арқылы салып жібереміз. Міне кім алғысы келеді, жекеге жазыңыздар, я. Мына пернені тек санап табасыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 міне. Ішінде 3 ән болады. Домбыраны оңай тәсілмен үйренем деген адамдарға арналған. Міне домбыра ұстап көрмеген адамдар міне осы тәсілмен үйреніп кете алады. Міне қағаз қақпайды ешқандай, тек бас бармақпен шертіп отырасыздар. 0, 7, мысалы 0 болса ешқандай пернені баспайсыздар. Міне осындай тәсіл. Ал кім алғысы келеді, комментарийге жазып жіберіңіздер. Міне ару ана, қазақ осы, сосын неге деген тамаша ән бар. Осындай 3 ән. Ал кім алғысы келеді, комментарийге жазып жіберіңіздер.